Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге красный бархат тортының ең оңай жасалатын түрін көрсететін боламын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Бұл торттың жасалу жолы әртүрлі, бірақ осы түрі ең қарапайым және оңай жасалады. Міне осы ингредиенттерді қосамыз. Мен толық қанша қосатынын видеоның астына жазып кеттім. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Ал енді кірісейік. Алдымен ыдысқа майымызды салып, осылай кішкене бөліп аламыз. Тұтас болмау керек, өйткені қазір миксермен араластырғанда кедергі жасауы мүмкін. Сол үшін кішкене майдалап бөліп аламыз. Және үстіне қантымызды қосамыз. Сөйтіп миксерлейміз. Жақсылап майда болғанша миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Ары қарай жұмыртқамызбен сұйық майымызды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Енді оны шетке бөлек қойып, онымыздың үстіне какаомызды қосып, содамызды қосып, және де қопсытқышымыздан 1,5 қасық қосып, жақсылап тұрып, бұны да араластырып аламыз. Ары қарай бояғыш затымызды дайындаймыз. Айранның үстіне осындай бояғышты қосамыз. Мен осындай құрғақ түрін қостым. Айранға қосып, жақсылап араластырамыз. Және де жаңағы қоспамыздың үстіне қосып, ұнды салып, шетінен бояғышымызды қосып, осылай жақсылап араластырамыз. Менде осындай қоспа шықты, қою. Ары қарай табамызды майлап, пергамент қағазын төсеп, мен қамырды 2 бөлікке бөліп пісіріп алдым. Өз қалауларыңызға қарай 3-ке бөлсеңіздер де болады. Енді біздің тортымыздың қамыры піскенше кремін дайындайтын боламыз. Менде үйдің қаймаққа қант ұнтағын қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Кремін өз қалауларыңызбен жасасаңыздар да болады. Болмаса дүкендегі дайын кремді алсаңыздар да болады. Міне біздің тортымыздың пісетін уақытысы болды. Енді әсемдеуге кірісеміз. Осылай корждарды дөңгелек қып кесіп алдым. Мен қалғандарын әсемдеуге жіберемін. Осылай бір-бірінің үстіне қойып, кремін жағып аламыз. Шет-шеттеріне де кремін мол қылып жағамыз. Жаңағы қалған бөліктерді майдалап, осылай әсемдейміз. Жеміс жидекпен әсемдесеңіздер де болады. Өз қалауларыңызға қарай. Бірақ маған осындай классика түрі ұнайды. Шет-шеттеріне де осылай қолмен жабыстырып, міне қараңыздаршы, прямындай қар сияқты үлпілдек сондай торт болып шықты. Мен 1 сағат тоңазытқышқа қойып қойдым. Осылай 1 сағаттан кейін ол сіңеді, осындай кескен кезде де жұмсақ, сондай ауызда ериді. Жегенде өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Міне қараңызшы, қандай жұмсақ, бір-біріне сіңген ішіндегі крема. Ауызда еритін торт өте оңай жасалады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сондай әдемі болған. Менің каналыма тіркеліп,
лайк басып кетіңіздер. Әлі де өте оңай жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Мақпал, сау болыңыздар.